Құрметті Нәзікжан каналының оқырмандары, сіздермен қайта қауышып отырғаным үшін өте қуаныштымын. Мен алдында дұғаның жасалу әдебін айтсам, бүгін дұғаның қабыл болуына әсер ететін, сондай күшті әсер беретін қосымша амалдармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің Нәзікжан каналына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен өте қуанышты болып қалатын едім. Кеттік ендеше. Ол бүгінгі тақырыпта мен дұғаның тез қабыл болуы үшін тағы да жасалатын қосымша амалдарды айтатын боламын. Ең бірінші, сіздер естіген боларсыздар, нәпаха деген сөз. Нәпаха ол бұрыннан келе жатқан сөз. Бұрында мен нәпаха деген сөзге мән бермейтінмін. Енді осы дұғаны қалай тез қабыл болуын зерттегеннен кейін, сол нәрселерді өзімде практикаға жүзеге асырып жүргеннен кейін, сіздерге тағы да пайдалы болсын деген ниетпен жаңағыдай осылай шығып сіздерге айтып берейін деп шешім қабылдадым. Құрметті оқырмандар, нәпаха деген барлықтарыңыз біліп отырған шығарсыздар, ал білмегендеріңіз болса, нәпаха деген ол сіз егер бір нәрсе қаласаңыз, сол адамға өзіңіздің бір кішкентай ғана болсын шамаңыз келгенше ол кісіге көмек беріп жіберу. Қалағаныңызға тез жеткізетін және де жасаған дұғаңыздың тезірек қабыл болуына әсер ететін амалдардың бірі ол нәпаха беру. Яғни нәпаха беру дегеніміз, мысалы, сіз өзіңіз бір керемет үй қалайсыз, берекелі үйдің болғанын қалайсыз, сондай бір үлкен үй алғанын қалайсыз, тезірек үйлі болғаныңызды қалайсыз. Ол үшін сіз осы нәпаханы бересіз. Яғни жаңағы үй алып жатқан бір туғаныңыз болсын, туысқаныңыз болсын, мейлі туған туыстарыңыздан, достарыңыздан, айналаңыздағылар ешкім үй алып жатпаса, онда сіз қазір садақа деген көп білесіздер ғой, үй алып жатқан, үйді алуға жаңағыдай сбор ашып кәдімгідей үй алып беруге ниеттеніп жатқан адамдарға сізде садақа ретінде сол садақаны беріп жатқан кезде, я Раббым, осы кісіге сондай берекелі үйді нәсіп етіп қойшы, осы кісінің сол үйінің өте қайырлы болғанын нәсіп етіп қойшы, я Раббым, ол кісіге сол жерде өзінің бала-шағасының қызықтарын көруге, өзінің армандағандай үйге жетуіне нәсіп етіп қойшы, я Раббым, және оны тезірек және жеңіл етіп қоюын сұраймын. Және де тура осындай үйді маған да нәсіп етуін сұраймын, я Раббым, және оның берекелі болуын сұраймын, және оның қайырымен болуын сұраймын, я Раббым. Дейсіз де, солай дұға етіп қоясыз, садақаны бергеннен кейін болды. Одан кейін Аллаға тапсырасыз, ары қарай оны ойламайсыз. Содан кейін тағы да екінші мысалмен келтіріп жатырмын. Екінші тағы да мысалы, сіздер қалайсыздар көлікті болғандарыңызды, бір жаңа көлік алғанды қалайсыздар. Егер тура жаңағыдай, мысалы, біреу жаңа көлік алып жатырса, сол адамға сіз нәпаха ретінде бір жаңағыдай көлік алған кісіге садақа ретінде өзіңіздің көрімдігіңізді берсеңіз болады. Мысалы, көрімдік беру, садақа ретінде болмаса да, жай ғана өзіңіздің шын көңіліңізбен көрімдік беру деген сияқты. Бізде ол бұрыннан бар ғой. Бізде ол ата-анамызда, мысалы, біз жаңа көлік алып жатсақ, бір нәрсе алып жатсақ, ата-анамыз бізге солай көрімдік береді, туған туыстарымыз деген сияқты тура солай көрімдік бересіздер. Және де сол көрімдік берген кезде де тура жаңағыдай дұға тілейсіздер. Я Раббым, осы машинаны бұл кісіге сондай қайырлы етіп қойшы, сондай берекелі етіп қойшы дейсіз де, артынша өзіңізге тура солай дұға етіп қоясыз. Я Раббым, маған да осындай су жаңа көліктің болуын нәсіп етіп қойшы, оны тезірек маған жеңіл түрде нәсіп етіп қойшы, Раббым, және оны маған қайырлы және берекелі етіп қойшы, я Раббым деп тілейсіз болды, тілейсіз де Аллаға тапсырасыз. Яғни бұл жерде не екен? Түсінгендеріңіз бойынша, түсіндіңіздер деген ойдамын. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз қандай нәрсені қалайсыз, сіз қандай нәрсеге мұқтаж болып тұрсыз, сондай нәрсесі бар адамдарға көмектесіп жүру. Садақа ретінде емес, тек қана былай өзіңіз шын ниетпен барып көмектесіп, бала-шағасына қарасып берсеңіз деген сияқты. Одан кейін тағы да сіздерде мынандай мәселе тууы мүмкін. Көрімдік бермесек те, көрімдік бере алмасақ, егер жаңағыдай садақа бере алмасақ, не істейміз деген ой болады. Қыздар, құрметті оқырмандар, өте бір керемет нәрсе айтайыншы, ол менің практикамда болған нәрсе. Солай жаңағы әрекет етсеңіздер, міндетті түрде дұғаларыңыздың тез қабыл болуына сондай иншалла көмектеседі.
ол мынандай нәрсе: мұсылман бауыры үшін дұға тілеу керек дейді сырттай. Мысалы, сіз бір туысқаныңызды аласыз, туысыңыз болсын, бауырыңыз болсын, ағайындарыңыз болсын, соларды аласыз да, ішінде кім үйге мұқтаж болып жүр. Если сіз үй алғыңыз келіп жүрсе, егер сіз машина алғыңыз келіп жүрсе, егер сіз балалы болуыңыз келіп жүрсе, егер сіз отбасыңыздың берекесін сақтағыңыз келіп жүрсе, не қалайсыз, қандай мұқтаждығыңыз бар, сол адамды аласыз да, тура сондай мұқтаждығы бар адамды аласыз да, соған дұға тілейсіз. Я Раббым, осы пәленшеге, атын айтасыз, атын айтсаңыз да болады, айтпасаңыз да болады, бауырым деп ше, мысалы, әпкем, ағам деген сияқты. Атын айтып қойғаныңыз да дұрыс негізінде. Айтасыз да, осы кісіге осындай бір берекелі үйді нәсіп етіп қойшы, я Раббым. Сондай сол үйді оған сондай бір құтты қонысына қондырып қойшы, я Раббым. Және ол үйге жетуін олар үшін сондай берекелі, қайырлы және де сондай жеңіл етіп қойшы, я Раббым. Сен бір өзің оларға жәрдем етіп қойшы, я Раббым. Да, үйлі болғанын қалаймын. Я Раббым, расында сен барлық нәрсені өзің бересің ғой. Сен үшін ол түк емес қой, я Раббым. Тура осылай, қандай мұқтаждықтарыңыз бар, сол адамға тура осылай өзіңіз прям мұқтаж адамдай дұға тілейсіз. Келесі, садақа беріп жүру. Міндетті түрде садақа беріп жүрсеңіздер, ол өте сізге, ол да бір плюс амал сияқты, бірақ шын ниетпен болу керек та барлығы. Аллахым, сенің разылығың үшін осылай мен ниет еттім деп ниетті түсеміз, сонда ғана ниеттеріңізге байланысты нәтижесін де Аллах Тағала сізге көрсетіп беріп қояды. Ал құрметті оқырмандар, бүгінгі видеоның соңына жақындады. Егер сіздерге менің берген ақпаратым пайдалы болған болса, өтінемін сіздерден менің каналымның дамуына үлес қосып жіберсеңіздер, пікір қалдырып, лайк басып, астына өздеріңіздің қалауларыңызды жазып, ниеттеріңізді жазып кетсеңіздер, мен өте қуанышты болып қаламын. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум.